Мен Шалабай Жантөре, Қызылорда облысы, Қазалы ауданының тумасымын. Бұл Түркияда екінші жылым Сакария университетіне. Бұл жақта оқып жатқан мамандығым жергілікті және мемлекеттік басқару. Менде түркше, ағылшынша, орысша, қазақша тілдерін меңгерген болатынмын. Бірақ неге Түркияны таңдады десеңіз, өйткені Түркия бұрынғы Совет бірлігінің мемлекеттері мен Европа мемлекеттерінің арасындағы көпір сияқты болды. Достарымызға қойылатын көп сұрақтардың бірі баға мәселесі. Түркия мемлекетінде 2 жыл жүріп, смело айта аламын, Түркияда Қазақстаннан гөрі арзанырақ. Бір оқу арзан. Мен мысалы жылдық оқу ақым 140 мың теңге. Ол 140 мың теңгеге мен Европалық аккредитацияға сай бүкіл дамыған мемлекеттер жұмыс орындары қабылдай алатын диплом алам. Қазақстанда бұндай диплом бере алатын университеттер саны бір қолмен санаулы. Және де оның оқу ақысы өздеріңіз білетіндей өте көп. Көп отбасылардың қаражаты, жағдайы оған жетпейді.